Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзіңді тексер. Өткен тақырыбымыз бойынша қайталау сабақтарын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу: өлеңді жатқа жаз. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Енді осы өлеңдердің ішінен етістікті табайық. Еседі, көшеді, төседі. Енді осы етістіктердің байланысып тұрған сөздерін тауып көрейік. Жел еседі. Не еседі? Жел еседі. Не көшеді? Бұлт көшеді. Майсасын төседі деп осы зат есімдермен байланысып тұр екен. Келесі екінші жаттығу: мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік. Қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сең жүреді. Жаз шығысымен су таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Қанат Қайымов деген жазушының мәтіні. Осы мәтіннің ішінен етістіктер табайық және оның дара күрделі екенін ажырататын боламыз. Бірінші сөйлемде жанамалай не істейді? Ағады. Қатып жатады, жүреді, қалады, аспайды деген етістіктер бар екен. Енді ағады дегеніміз бұл дара етістік. Қатып жатады, күрделі етістік. Жүреді, дара етістік. Қалады, дара етістік. Аспайды, дара етістік екен. Мына жерде таяздап қалады деп те алуға болады. Міне сонда дара етістік дегеніміз бір сөзден құралады, ал күрделі етістік дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден құралады екен. Үшінші жаттығу: суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Күнбағыс, қауын, жапырақ. Енді не түседі? Жапырақ түседі. Не піседі? Қауын піседі. Не өседі? Күнбағыс өседі. Бұл жерде түседі, өседі, піседі дегеніміз етістік екені белгілі. Төртінші жаттығу: сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. Екі бағанды оқып шығайық. Қай бағанда сын есім бар? Дұрыс айтасың. Екінші бағанда сын есім бар. Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл не? Дұрыс айтасың. Кірпі. Бұл не? Бұл кірпі. Кірпі кішкентай, қоңыр қара болады. Инелерінің ұшы ақ түсті, денесі дөңгеленіп, шар тәрізді болады. Солай ма? Міне біздер кірпіні сипаттадық, сын есімдерді пайдаландық. Сын есім дегеніміз заттың сынын білдіреді. Сұрағы қандай, қай екен? Есімізге түсіріп жаттап аламыз.